Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Мен осымен 4-ші рет әңгіме тыңдайық деген айдарым бойынша сіздердің алдарыңызға шыққалы отырмын. Осының алдында да шығарылымдарда ылғи айтып келе жатқаным, ондаған ниетім осы өзім тыңдаған келген әңгімені сіздермен бірге тыңдау, мен тыңдаған әңгімені сіздер де тыңдасын деген ниет. Енді бүгінгі әңгімелесетін адамым өздеріңізге біразыңызға белгілі Тимур Бектұр мырза. Ассалаумағалейкум. Бірінші сұрайын деп отырғаным, енді жалпы онлайн офлайн академия деп аштыңыз, Тимур академия деп. Сол туралы айтсаңыз, жалпы не ол, не оқытасыздар, қандай бағыттар, енді қысқартып айтып, сосын мәніне қарай. Осы сұхбатқа шақырғаныңа рахмет. Тимур академия дегеніміз қысқа мерзімді кәсіптік және мамандандырылған курстарды оқытатын орталық. Ол жерде сол негізінен компьютерлік салаға қатысты, қазіргі бизнеске қатысты, сосын әлеуметтік желілерге қатысты, одан кейін робототехника дейміз, ағылшын тілі курстары, бухгалтерлік есеп курстары секілді бірнеше сол мамандандырылған курстар оқытылады. Сол мақсатымыз және негізгі аудиториямыз қазақ жастарына сол кәсіптік білім беру, сосын квалификациясын арттыру. Жалпы басқа еш жерден ала алмайтын немесе мүмкіндігі болмайтын білімнің көзін ұсыну деп ойлаймын. Алғашқы нәтижелер болып жатыр ма қалай? Нәтижесін санау қиындау, себебі біз басында әлеуметтік кәсіпкерлік моделімен ашылдық. Бұл дегеніміз грант беруші компаниялармен бірлесе отырып жұмыс жасап, солардың тапсырысының негізінде адам оқыту, яғни халыққа тегін білім берумен айналыстық. Бір жарты жылдай жұмыс жасадық. Кейін ақылы қылдыңыздар ма? Сол ақылы қылатын бағытқа бара жатырмыз. Қазір мынандай бір пікірлер айтылып қойып жатыр ғой. Ақыл айтатындар көбейіп кетті, біздің өзі сол сөздің істен гөрі сөзге жақындығымыз осыдан көрінетін сияқты деген бір пікірлер білініп қалды. Енді ол тағы да бір бәріміз ақыл айтамыз, сонда жұмыс кім істейді деген сияқты сондай сөздер айтылып қалып жатады. Енді ол пікірге қосылмаймын, дегенмен осы қатарға кірмейтіндеріңізді дәлелдейтіндей немесе енді бір ниет әртүрлі болу керек болу үшін ниетіңіз басқа ма дегендей, ол қалай енді ол? Былай да дұрыс, былай да дұрыс. Яғни ақыл айтып кеткен дұрыс, себебі оны қазір ол тенденцияны инфобизнес деп айтады. Яғни ақпарат сатумен айналысатын бизнестің түрі. Бұл сірә барлығы ақш-тан бастау алады ғой. Иә, бұл ақш-тан бастау алған бизнестің түрі. Тап сол ақш демесек те жалпы капиталистік, сол батыс елдерден келген дүние. Одан кейін біздің қазіргі посткеңестік елдердің ішінде Ресей Федерациясы бастады, алдыңғы сапта келе жатыр. Соның дүмпуі бізге келіп жатқан. Яғни өзі аяққа тұрып болмай жатып, өзгеге ақыл айту деп айтады ғой енді. Бірақ таяқтың екі ұшы бар. Бір жағынан ол да дұрыс, ол сөзде бізге тиіп қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен бізде әркім өзінің саласын ғана оқытады. Мысалы, мен бухгалтерияны оқытпаймын. Оны сол бухгалтерияны бітірген, өзі батыс өңірдегі ірі мекемеде бухгалтер болып жасайтын жігіт оқытады. Ағылшын тілін мен ағылшын тілін білсем де, ағылшын тілін мен оқытпаймын. Әркім өз мамандығы. Иә, бұл болашақ бітіріп келген, сол IELTS-ті тапсырған, тілді меңгерген маманымыз оқытады. Робототехниканы да солай, яғни әркім өзінің маманданған кәсіби саласын өзі оқытады. Біріншіден, екіншіден біз әлі жаңа құр ақыл айтатын курсқа әлі жетпедік, бірақ оғанда барамыз. Себебі бұл онсыз да біздің жасап жүрген жұмысымыз. Енді мысалға Радислав Бандапас деген Ресейдің бір бизнес тренері бар ғой. Содан осындай бір сұрақ қояды ол кісіге, сонда айтады, ол бізде жоқ әлі дейді. Батыспен салыстырғанда бізде әлі бұндай нәрсе басталған жоқ деуге болады дейді. Енді онымен салыстырғанда біздікі тіпті аз болатын болса, демек қандай формада болса да әйтеуір бір басталу керек болып тұр ғой. Әрине, кез келген нәрсе ең бірінші саннан басталады. Бірінші сан болады, сосын барып сапа болады.
себебі аяқ астынан сапа бола шығу аспаннан түспейді мүмкін емес, ешқандай мүмкін емес. Себебі халық бірінші ұстап көру керек. Бұл не инфобизнес деген не, ана тренингке де барып көру керек, мына тренингке барып көру керек та, сосын барып қайсысы дәнек, қайсысы қабығы деген сияқты анықтап алады. Содан кейін біз өзіміздікі бір қораш көріп тұратын әдетіміз бар ғой, мысалға айналып келгенде қарасаңыз кейбір сол шетелдіктердің де айтатындары, олардың да бәрінікі мықты емес, мысалы ішінде мықтылар бар, онша еместер бар. Біздің де бір мықтылар солармен деңгейлес болып қалуы мүмкін ғой. Мысалы енді кім біледі, сіздің салаңыз бойынша ақпарат жинаған жоқпын, бірақ мүмкін сіз де солармен деңгейлес шығарсыз. Ішінде де бір мықты біздің де айтып жүрген кісілеріміз, солармен енді бір құйрық түстесіп қалатындай шығар деп ойлаймын негізінде. Бұл бір өте қызық тақырып, себебі бұл туралы мен де жиі ойландым. Мысалы мен адамдарға тренинг өткіземін, семинарлар өткіземін, мастер-класстар өткіземін. Сосын бірақ сонымен қатар өзім де өтемін, яғни өзім де оқимын, өзім де студент боламын, өзім де курсант боламын, тегін мастер-класстарға да қатысамын, 100 мыңдаған, 200 мыңдаған ақыл курстарға да қатысамын. Себебі мен ол кәсібім болғандықтан кейін өзгелерден сабақ алуым керек. Сол кезде байқап жатамын, мысалы жақында ғана осы мына интернет желісіндегі жұмыс бойынша негізі украиндықтар өте мықты деп есептеледі. Шындығында мықты енді, бірақ сол бір өте бір қымбат курсқа жазылдым, мысалы мен сапасына көңіл толмады. Яғни ол мысалы мен одан да артық айта аламын. Бірақ айналып келгенде сол осы сұраққа ойлана келе, яғни неге біз өзімізді қораш санаймыз? Неліктен жаңағы өзгелерді ұлықтаймыз деген секілді. Сол мен нақты жауабын білмедім, бірақ өзімнің ойым бойынша барлығы сол жаңа орысша айтқанда продажа дейді ғой. Яғни өз-өзіңді сата білу, өзіңнің ұсынған өніміңді, енді курс, тренинг ол да өнім деп саналады. Соны сата білу қасиеті және содан пайда табу, пайдалы бола отырып пайда табу қасиеті да. Яғни сен 100 жерден мықты маман бол, бірақ соны ұсына алмасаң, өнім ретінде ұсына алмасаң, ешкімге сата алмасаң, оны монетизация жасай алмасаң, демек ол кері кетеді ғой. Ол енді мықтылығыңның пайдасы жоқ деген сөз да. Яғни олар сол жағынан ұтып кетіпті. Яғни ол мейлі мен оларды мықты болайын, дегенмен мен сату жағынан кемшін түсіп тұрмын. Себебі ол кәсіп деген, мысалы біреу нанды жақсы сатуы мүмкін, біреу нанды жақсы пісіруі мүмкін. Бірақ нанды жақсы пісіргеннің барлығы нанды жақсы сататын сатушы емес та. Бұл да сондай да. Яғни біреу жақсы курсты жүргізуі мүмкін, екіншісі ол әркімнің жасаған курсын күшті қылып ұсынып сата білуі мүмкін. Енді кәсіп қой. Бірақ енді бір жағынан қарасаңыз, осыдан бір 5-6 жыл бұрын біреу шығып қазақтан бизнес туралы әңгіме айта бастаса, ол күлкілі болатын ба еді. Қазір енді оған қарағанда үйреніп қалдық, біраз өзіміз мойындай бастаған сияқтымыз дегенмен. Енді сіз өзіңіздің жеке кәсібіңіз де бар ғой, бұдан бөлек бар ма әлде? Бар. Ол жағы қалай енді? Ол жағы енді жаман емес деп айтуға болады. Сайт жасаймыз, сайттың жаңағы ілгерілету дейміз бе, жылжыту дейміз бе қазақша аударған кезде. Сосын жаңағы ай сайынғы техникалық қолдауы бар. Сондай қосымша сондай жұмыстарымыз да бар. Мен жаңа сол ойым сонымен ақ жүре беруге де болатын еді ғой. Осы жаңағындай бір күрделі жұмыстарға неге кірдіңіз деген ой ғой, әлеуметтік жауапкершілік. Өте жақсы сұрақ. Мына маркетингтік курстарға қатысқан кезде тренерлер айтады, жалпы бизнес бастаған кезде барлық жұмыртқаны бір қоржынға салма дейді. Жар боласың дейді ме? Яғни жар боласың. Екіншіден жаңа бизнес диверсификациялау деп айтады. Табуреткеде отыру керек дейді. Яғни табуреткеде үш тұғыр болады ғой, үш жаңағы несі, тірегіші. Яғни ол біреу сынса екіншісі бар, екінші сынса үшіншісі бар деген сөз да. Мүмкіндігінше бір-біріне қатысы жоқ үш бизнеспен айналысу керек дейді. Мысалға біреу таза сауда, біреу өндіріс, тағы біреу қызмет ұсыну бола ма, әлде аударма бола ма. Сол кезде анау бір-бірінен
кейде қуат алады, кейде бір бизнес ақсап бара жатса екінші бизнес ілгерілетеді, сондай. Себебі ол міндетті түрде дейді, бастаған үш бизнесіңнің міндетті түрде біреуі әлсірейді дейді. Себебі нарық әлсіреп бастайды дейді. Мысалы нарықта сол қызметті ұсынушылар көбейіп кетуі мүмкін. Немесе екіншісі міндетті түрде кәдімгідей дамып кетеді дейді. Ане солай баланс ұстайсың. Бірақ бір бизнестің соңында кетіп қалсаң, онда кәдімгі ықтималдылық заңы ойнайды дейді да. Не құлайсың құрдымға кетіп, не мүмкін тексерілген тәжірибеден өткен нәрсе. Енді мысалы мына халықтың өзінің менталитеті де бір әсер етеді ғой, бір нәрселердің дамуына. Енді мысалы шетелдіктердің өмірбаянын оқыған кезде жастайынан бірдеңе бастаса, әке-шешесі жоқ дегенде әйтеуір қолдап кетпесе де қарсы болмайтын нелер болады. Одан кейін енді мысалға қазір бізде бір сөзіңіз айтып қалдыңыз ғой, сол қазақша сөйлеп өскен ауылдың балаларынан үміт күтемін, жалпы болашақ соларда деп. Енді ол балалар қазір не істей алады мысалға? Сіздің мысалы офлайн, онлайн академияңызға қатыса отырып, онлайн түрде қатысып, бір нәрсе үйрене ала ма, жалпы оларға осындай нәрсеге қызықса егер? Бұл негізі кәдімгі өзекті өртейтін сұрақ, себебі жалпы енді бір кәдімгі толықтай жарты жыл жұмыс жасадық. Біз қазір түсінгенім, бізде өзін өзі дамыту деген тақырып бар ғой. Сол біздің енді біздің ағайындар ренжімесін, сол әлі толық трендке келмей жатыр да, өзінің потенциалына енбей жатыр. Яғни біз ол жаққа кетіп жатырмыз. Қазақтың жастары өзін өзі дамытуға толық бұрыла қойған жоқ та. Бұл өзін өзі дамыту деген не? Ол тіл оқу, тіл меңгеру, кітап оқу, өзі секілді ойлайтын, қандай да бір мәселені шешуге ұмтылатын жастармен бас қосу, белсенділік таныту, қоғамдық белсенділік жасау. Сондай сияқты бір орта қалыптастырғым келеді да. Себебі біздің ұсынып жүрген өнімдеріміз ол жанама ғана өнімдер. Яғни мен мысалы не көп екінші мәселе оқыту орталығы көп, иә. Ол Тимур Академия деген бір дырдай атағынан басқа негізі оның бір алып бара жатқан несі жоқ енді. Өзгешелігі жоқ негізінде. Себебі не көп? Қазір мысалы бір шағын ауданның ішінде бір 200-ден үстінде оқыту орталығы бар да. Енді біреу кіші, біреу үлкен, бірақ көп. Мында қарасаң да тіл оқыту курсы. Шахмат үйретеді, біреу біраз үйретеді. Иә, мында да бухгалтерияны, аденес бухгалтерияны үйретіп жатыр. Мына жерде де программированиені үйретіп жатыр. Бірақ менің мақсатым ол тек қана ақшаңды бер, мен саған курс үйретемін емес. Біріншіден бағасы арзан бізде. Мысалға айталық, IELTS курсын 45 мыңға оқытатын болса, біз оны тіпті тегінге оқыттық, иә. Кейін ақылы түрде болған кезде оны 15 мың қылып оқытамыз. Яғни 30 мың теңге арзан. Жартылай әлеуметтік жоба. Екіншіден, біз оларға тек қана сен ақшамды ұсындың, біз саған оқыттық, давай до свидания деген жоқ. Яғни оны жетектеу да, былайша айтқанда менторлық деп айтады оны. Яғни қайда оқығың келеді, сен IELTS не үшін тапсырып жатсың? Сен білесің бе, ол IELTS ертең осындай болады. Қайда болашаққа түскің келе ма, Америкаға түскің келе ма, Назарбаев университетіне түскің келе ма, эссені қалай жазуды білесің бе деген секілді да. Яғни ол жетелеу. Себебі көпшілік айтты, мысалы, неге сен басында қатырмай орысша жасай салмайсың деп. Орысша жасасаң ешкімге жарнама жасап қажет емес та. IELTS-ті барлығы біледі, ағылшын тілін барлығы біледі, қадірін біледі, оқу керектігін біледі. Бірақ қайда қараған кезде де қазақ жастары, ауылдың жастары бір оқиын десе, жарайды, енді елбасымыз айтып жатыр, ата-анам айтып жатыр, әке-шешем айтып жатыр, оқы, үйрен, біл деп. Енді жарайды, мен оқи қояйын деп іздесе интернеттен ештеңе жоқ да. Қазақша ма? Қазақша. Біле қойын, енді маған кім бар десе, тағы ешкім жоқ. Қазақша бизнес кітап оқиын десе, қазақша бизнес кітап тағы жоқ. Бизнес курстар тағы жоқ. Дым жоқ да. Ал орысша жазсаң бәрі бар. Тегін, YouTube толып тұр, ВК толып тұр. Яғни сол міндетті түрде осы қазақ тілінде жүргізу керек деп осылай дем қойдық та. Енді мынандай нәрсе бар ғой, жаңағы
білім бар да оған білімге әрекет ету бар ғой, амал жасау. Осы жағынан келген кезде қазір өзі білмейтін бір нәрсе білмейтін адамдар аз сияқты, өзі әйтеуір бірдеңеден хабар бар, сөйлесе қалсаң біліп отыратын адамдар көп сияқты, бірақ сол әрекет жоқ па? Сол мен бұл сұраққа жауап бере алмайды екенмін. Себебі өзім де бұл туралы өткенде өзіме сұрақ қойып жазған. Яғни халқымыз барлығын біледі, бірақ мемлекетте неге бұндай айқай-шу болып жатыр деген сияқты. Мысалы, министрлікке барып сөйлескен кезде бәрін біліп отыр жағдайды. Иә, соны айтамын. Облыстық әкімшілікке барсақ та жағдайдың бәрін біліп отыр. Ол оңай адамдар емес ол жерде отырғандар. Иә, оңай адам емес. Үшін жоғары деңгейдегі, төменгі деңгейде, ортаңғы деңгейдегі ведомстволар болсын, агенттіктер, барлығы жағдайды біліп отыр. Қарапайым халықта сөйлетіп қалсаң бәрін айтады. Бірақ неге елімізде осындай олқылықтар мен жетіспеушіліктер көп? Ол енді шынымен сұрақ, мен жауап бере алмайды екенмін. Жауап беру. Менің ойымша, мен бір болжауымыз мүмкін, мысалы әркім жауапкершілікті өзіне алмағаннан деп та. Бірінен бірі көреді. Мысалға айталық, мысалы мен өзімнің мысалымды айтайыншы. Енді осы сұхбат көрген кезде бәлкім маған хабарласар, бір эксперттер болса, қандай да бір саланы меңгерген кәсіп иесі болса, маған келуге болады қазір. Маған келіп, Тимур, бірге жұмыс жасайық. Мен осы салада курс жасай аламын. Онлайн басынан соңына дейін. Онлайн түрде, видео түрде, имейл хабарлама түрінде. Оны енді мен өзім жүйесін айтамын осыларды. Бірақ бастысы, өнім ретінде мен робототехниканы адан яға дейін үйретіп бере аламын десе, кәсіп жасап кетуге болады да. Яғни жаңағы келісімшартқа отырамыз. Ол кісі мен менің арамдағы жаңағы қаржылық мәселелермен келісе отырып жасауға болады. Бірақ осы әлеуметтік желілерде, Фейсбукта болсын, Инстаграмда болсын, немесе теледидарларда бір жұлдыз болып жүрген адамдар бар ғой, барлығын білетін, бір ауызбен орақ ұратын. Сол кісілерді мен жаңағы чатпен, жеке хабарламамен ұстап алып, сен осыны айтып жүресің ғой, давай бір курс ұйымдастырып жіберейік деген кезде барлығы тартыншақтап шығады да. Ауызбен айту бір бөлек. Бірақ енді соны кіріспесі мынау. Мына курсты бітірген кезде сіз осындай қабілетке ие боласыз. Мысалға айталық, Google Analytics'тан курс ұйымдастырып, сіз осы курсқа қатысып болғаннан кейін сіз сайтты вебмастерге тіркеу, Google Analytics'ке тіркеу, сосын жаңағы сайтқа келген адамдардың демографиясын, географиясын шығару, статистикасы шығару. Иә, жаңағы мақсат деген бар, сол мақсатты орындалуын қадағалау деген сияқты кәдімгідей бір сайттың басы-қасында жүретіндей аналитик болып шығасыз деп бір курсты ұйымдастырса, мысалы өте бір алтын курс болар еді. Сондай адам таба алмай жүрсіздер жатыр. Иә, себебі бла деп айту бір басқа, бірақ соны кәдімгідей курс қылып ұйымдастыру, соңына дейін жеткізу, ана адамдарға тапсырма беру, кәдімгідей тұтас дүние қылып шығару, ол енді бір ерлердің ғана қолынан келетін шығар әзірше. Енді мына бір ойыңыз өте маған бір қызық болып, бір өзімнің ішімде жүрген оймен бір үйлесе кетіп, сол да бір қатты әсер етті осы сұхбатты алуға. Ана бір жаздыңыз ғой, Илон Маск Марсқа ұшырмақшы, Марсқа қонбақшы. Енді ол кісінің істеп жатқан жұмыстарын былай шетінен бақылап жүреміз ғой, әйтеуір. Жұмысына баратын жер асты жол жасап тастайын деп жатыр. Тез баратын, бір жақтан бір жаққа тез ұшақпен бірдей баратын пойыз жасамақшы. Тағы не көптеген жұмыстар бар. Енді кейбіреулер керек жоқ болып көрінеді енді кейбір жұмыстар шынымен. Бірақ әйтеуір ол өзінің мықтылығын қалай да дәлелдеп жатыр. Содан кейін ол басқа ғалымдарға да сондай үлкен бір мөлшер қойып, меже қойып тастады енді. Сөйтіп жатқан кезде біздің қазақтар енді бұйырса Марсқа сол зымыранын қондырса сол жаққа барып той жасап қайтамыз деген бір пост жаздыңыз. Сол нәрсе енді мысалға қазақтың өзінің салтында бар нәрсе, өзінің анау деп айтамыз енді, бірақ дегенмен
осы әлем осылай дамып бара жатқан кезде біз тойдан басқа нәрсені дамытпай бар күшімізді тойға салып отқанымыз енді қалай болады ол болашақта шынымен бұны сезіну ойлану деген енді жауап бере алмайды екенмін себебі өзім де түсінбейтін нәрсе ол не енді сауық құрған тойға барған жақсы енді ол пікіріме де көптеген адам қарсы шықты. Бұл не қылған адам қазақтың тойын көп көріп жатқан, енді барлығы қалғаны сол қазақтың тойына тиісу қалды ма деген секілді. Бірақ қуаныш қой ол, қалай сіздер қуанышқа қарсы шығасыздар, өздеріңіз қуанбайсыңдар ма, өздерің той жасамайсыңдар ма деген пікірлер болды. Дегенмен біздің ұрпағымызды біздің ішіп жеген, ысырап жасаған дүниеміз асырамайды ғой. Асырайтын сол ғылым мен білім. Шынымен айтсам білмейді екен. Енді бір сұхбатыңызда мынандай бір сөз айтып қалдыңыз ғой, жалпы осы кітаптар туралы айта келіп, мысалға батыстың әдебиеттерін айта келіп, олар осындай бір ерекшелігі бар деп бір ерекшелігін айтып келдіңіз да, енді осы жағынан мен де ізденіп жүрмін деген нәрсені айтып қалдыңыз. Соған қарап ойладым, енді өзіңіз де бір кітап жазу жағынан ізденіп жатқан шығар деп. Иә, сол негізі бір комплекс деген болады екен. Жалпы менің ойымша қазақ ортасында дейміз бе, қазақ бұқарасында комплекс бар негізі. Түрлі комплекс бар. Ол жаңағы мектептегі оқушылардың көкейіндегі сұрақты қоя алмауы мұғалімге де. Түсіндіңіздер ме? Апай түсіндік. Кейін университетке барған кезде анау тақтаға теореманы түсіндіріп, ережені түсіндіріп болған. Түсіндіңдер ме? Енді ол жаңағы поток дейміз ғой, бір ағын мысалы. Бір лекте қанша студент болады енді? 4-5 мамандықтың студенті болады ғой, бір 30-40-тан әр группада. Сонда енді мысалға айталық, жоғарғы математиканы оқытып жатыр да бір лекте. Бір 200-дің үстінде студент отыр. Бірінші, екінші курстың студенттері сұрақ қойса басқалар күледі деп қораштанады, қарапайым. Сонда сұрақ қойылмай қалады. Ол сұрақ қойылмағаннан кейін ол бағдарламаны меңгермей қалады. Сол сияқты комплекс жиналып, сол комплекске толы адамбыз да біздер. И сол бойымда, менің де бойымда бар да. Яғни жаңа кейбір түрлі кітап сатып алып оқимыз ғой, адам бұндай кітапты да сатуға болады екен-ау, деп қоясың да. Иә. Сонда бұлай да кәсіп жасауға болады екен ғой деп. Не жазып отқаны бұл не масқара. Соны адамдар оқып жатады. Иә, соны адамдар оқып қырылып жатады. Яғни сондай кезде сол осы бір кәрі адам емес болды, жас қыз ғой. Бірақ сонда да бір аға қарындастарымызға, іні қарындастарымызға бір бәлкім үлгі болсын деп, бәлкім сол тәжірибеміз деп жазғым келетін ойлар бар, болады, ізденіп те жүрміз. Бірақ сол жаңағы әңгімені айтып бастаған комплекс деген нәрсе бар бойда. Бұл кітап жазатын деңгейге жетіп қалды ма? Кітап жазатын деңгейге жетіп қалды ма? Тимур да біреуге ақыл айта ма? Бұның ақылы кімге дәрі деген секілді. Бірақ бәлкім бұл комплекс жеңген кезде кітапты шығатын болар. Негізі былай қарасаңыз, дамып кеткен елдерде өмір сүріп, кәсіп жасау, дамып кеткен елдерде жүріп кітап жазу деген, былай қарасаңыз ол екінің бірінің қолынан келетін шаруа болса керек. Енді біздікіндей ол жақта кітап өндірісі өте жақсы жолға қойылған. Ол баспасы бәрі сату, кітап сату жүйесі бар. Енді бізге айтайын деген бір жағы мотивация ғой деймін де, осындай кезде отырып бір нәрсе жасау деген, ол да енді бір жекпе-жекке шақырған сияқты бір қиындықтармен бетпе-бет келу ғой, былай қарағанда. Сондықтан да енді оны істеу керек шығар деп ойлаймын. Иә, сол ішкі цензура қатаң менде. Мысалы, жеке өзімде ішкі цензура. Тіпті мысалы мынау курстар ұйымдастырған кезде де енді бәлкім мақтанғаным шығар, білмедім. Мысалы Маңғыстау облысында жан-жағыма қараймын, менен басқа айтатын адам жоқ. Әлеуметтік желілер туралы айтатын, бизнес туралы айтатын, немесе мына IT саласындағы әңгімелерді айтатын ешкім жоқ та. Енді жарайды, қолдан келгенше айтайын деп сол айтып жатқан кезде де сол іштей қораштанып тұрамын да. Мысалы осыған мен лайықпын ба,
бірдеңе беріп жатырмын ба пайдалы болатындай деп. Бірақ енді халық тыңдап келіп жатқанына қарағанда сол тыңдайтындай болып тұр ғой. Бар нәрсені негізі кейде айтып көру сияқты. Мысалға менде бір сондай бизнес тренерлердің әңгімесін тыңдап көрген кезде, жалпы бұрын жоғары оқу орнында оқып едіңіз деп бастап қалған кезде, мен 2 жоғары білім дипломым бар деп. Ол диплом бір жаңағындай жерде оқылған нәрсе болуы мүмкін, біреу сырттай бітірілген болуы мүмкін мысалға. Бірақ мәселе онда емес, ол жерде ол өзін өзі сатудың несін жоқ. Өзіне сол манағы айтқаным сол, өз-өзіңді ұсына білу, сата білу. Ол алдын ала жоспарлап бәрін сценарийін жазып қойған, біреу өзі туралы сұрайтын болса қалай айту, ол жағын негізі қазақтан сөз қалмаған ғой, қазақта ұялмаған әнші болады деген бар ғой. Ұялмаған өлеңші болады дейді. Сол негізі осыған тура келеді. Яғни нарық деген бір қызық нәрсе, өте қызық нәрсе нарық деген. Яғни бір экономиканың сондай заңдылығы бар екен, маркетингтің. Сен не ұсынсаң да дейді, 30% па екен, сол нарық өзіне өзі пайда болады дейді, соны сатып алатын. Не ұсын? Бидай сат, йогурт сат, шаштараз бол, тренинг өткіз. 30% нарық минимумы жоқ дегенде. Келеді екен да. Мына жаңағы не деп айтамын, жаңағы алаяқтарға да келіп жатады ғой. Содан екен да. Ойлайсың ғой, мынандай алаяққа да адам барып алданады екен, адам ақшасын беретіндер бар екен. Себебі ол сондай заңдылық екен да. Яғни сен ұсынған кезде оған міндетті түрде келеді екен. Мәселе сол 30%-тен көбейту, 100%-ке дейін жеткізу, 100%-ке лайық жасау, сапалы жасау, және ұзақ уақыт нарықта тұру, нарықты өзіне қарату. Яғни бизнестің немесе бизнесменнің мықтылығы сол жерден көрінеді екен да. Бұлай жеке кәсіпкерлікке тіркеліп, мысалы бүгін кітап сатып кете аласың, немесе көшеге шығып нан сата аласың, немесе дистрибьютор бола аласың, және саған клиент табылады міндетті түрде. Сондай қызық екен. Енді мынандай жаңадан бір нәрсе бастағысы келетіндер, ақыры бизнес туралы бастадық қой. Алғашқы капитал деген үлкен қиындық бар ғой бәрінде. Мысалға бәрі қарызға кіріп кеткен, бәрі жұмыстан шыға алмай, жұмыстан шықса пәтер ақысын төлей алмай қалады. Пәтер ақысын төлемей қалса енді ол әке-шешесінен ақшасын сұрағысы келмейді дегендей. Енді осындай бір крысиный бег деп кім айтады ғой, Кийосаки. Шапқан сайын жылдамдай береді, жылдамдаған сайын сен шабасың, шапқан сайын жылдамдай береді. Осы нәрседен шығудың жолы қалай? Өзі сіз қалай шықтыңыз? Енді бұл сұраққа негізі мына американдық кәсіпкерлер, инвесторлар, Роберт Кийосаки дейміз бе, Брайан Трейси дейміз бе, барлық менторлар жауап беріп кетті. Сондықтан мен өзіме көп алып бұл сұраққа жауап бермей қойын. Яғни кәсіпті қалай бастау керек деген, крысиный бегтен қалай шығу керек дегенді. Бірақ жеке тәжірибемнен алатын болсам, адам не жұмыс жасау керек, не жеке кәсіппен айналысу керек деп есептеймін. Ми тек бір нәрсені ойлау керек деп есептеймін. Яғни ол не кәдімгі күнделікті жұмысында жүру керек, немесе кәдімгі түбегейлі жұмысын тастап, кәдімгідей басы бүтін кәсіпке кірісу керек деп ойлаймын. Мен оңай бастадым, себебі маған алғы шарт ретінде капитал қажет болмады. Себебі ол виртуал өнім болғаннан кейін оған қаржы құю, сатып алу, оны сақтауға шығын жоқ. Шығын тек алғашқы 2-3 айда жаңағы отбасым маған қарап қалмай өмір сүру үшін болуы мүмкін. Соған капитал қажет болуы мүмкін. Бірақ енді жұмыс жасап жүрген адам ол жағын қамтамасыз етеді деген ойдамын. Ал көп жағдайда бизнесті адам өзі жасап жүрген нәрсемен айналысу керек та. Қолынан келетін. Немесе алып кете алатын, ынтасы бар жұмысты. Мен мысалы түсінбеймін, мысалы маған да келеді. Енді бір жұртқа кәсіпке жол сілтейтіндей кәсібимін деп айта алмаймын өзімде, бірақ адамдар ешқашан айналысып көрмеген бір қызметпен айналысу жөнінде сұрақ сұрайды да. Бұл жерде ақыл айтудың да 2 ұшы бар. Біреуі жоқ, бұлай болмайды, сен бұның таста деп айтуға тағы қорыштан. Себебі біріншіден обалына қалма, бәлкім оның
несі бар шығар, ынтасы бар, жаңағы Икемі. ұсынағы икемі бар шығар. Яғни демотивация жасағым келмейді. Екінші жағынан ол ал жаңағы айтып келіп тұрады да, енді 500 мың жинаған теңгем бар, миллион теңгем бар жинаған. Текке кетпесін. Осыған құяйын деп тұрмын деп. Соны анау аяйсың да, себебі көзің көріп тұр текке кететіні. Себебі ол әлі логистика дегенді білмейді, ол әлі контрагент дегенді білмейді, ол әлі жаңағы поставщик дейді, жеткізіп беретін адамдардың тізімде жоқ, кіммен қалай жұмыс жасайтынын білмейді. Сосын негіз абзалы бірінші кәсіп жасап, кәсіп дәмін татып, бір-екі жаңағы ақша түскеннен кейін барып, оны тіркеген дұрыс. Менің ойымша. Көпшілігі сол бірден тіркеумен айналысады. Ол бірден тіркегеннен кейін ол 2-3 ай, жарты жыл деген жаңағы салық есептілік мерзім жетіп келеді өзі, тез келеді. Жаңағы пәтердің ақшасын төлеген секілді. Сол жетіп келген кезде ол әлі сауда жоқ, әлі пайда жоқ. Басы қатып жүрген, сосын отчетпен басы қатады. Сосын ең соңында жаңағы жеке кәсібі де құрысын, басқасы да құрысын болып кетеді да, жаңағы миллион. Себебі ол негізі қазір біршама жерде конкуренция өте жоғары бізде. Жаңағы аяқ астынан маржаға кенеліп, бай болып кету деген бос жатқан кеңесте жоқ деп ойлаймын өз басым. Бірақ сапалы түрде, жүйелі түрде және тұрақты түрде қызмет көрсетіп тұрсаң, 1 жыл, жыл жарым, 2 жылда жайлап аяққа тұруға болады. Бірақ мына кәсіпке келген кезде бәрі ынтығып келеді ғой енді. Басында. Жаңағы бай болып кетемін, кәсіпкер боламын, бизнесмен боламын деп. Сол ынтығып келіп тұрған кезде сен әлі жаңағы бәрі қалпына келіп, процестер жөнделіп кету үшін бір кемінде 1 жыл, әрі кетсе 1-2 жыл уақыт керек деген кезде жаңағы көз шарасынан шығады. Мен сонша уақытымен жүремін ба, сонда сабылып дегендей әңгіме айтады да. Күтуім керек па сонша? Күтуім керек па сонша деп. Негізі сол басында қалай болғанда да беті қайтатын деген, беті қайтпаса да сынақ болып бір ауыртпалықтар болады ғой, бір қиындықтар. Соның бәріне өткен адам ғана болады, иә. Мысалы мен қатты қиналдым. 2005 жыл шетелдік компанияда жұмыс жасадым. Мұнай және газ саласында халықаралық компания жасадым. Shell деген, Algip Shell деген. Айлығымыз өте жақсы болды. Жаңағы әлеуметтік пакет дейді ғой, бөлек, жаңағы медициналық сақтандыру бөлек. Не ішем, не жем, не кием демейсің. Айлық уақытында жылына $20,000 оқытады. Халықаралық деңгейдегі курстарға оқытады, мысалы шетелге жіберіп оқытады. Сөйтіп жүрген жерден жаңағы жеке кәсіппен айналысам деген ауруға тап болдым да, бір түнде шығып кеттім жұмыстан. Сон бәрі таң қалды. Адам дейтін мына жұмысқа кіре алмай жүр ғой. Сен қалай деп. Содан шыққаннан кейін енді инерциямен жұмыстан шығып кеттім. Қиын болды. Соны жоғалтпау керек болды ғой. Мысалға 2013, 2014 жылдар өте ауыр жылдар болды. Бірақ енді жаңағы таймау керек, талмау керек, қайтпау керек. Нақты сену керек қой өзіңді жасап жүргенде. Яғни осы жерде жаңағы айтқан әңгімеге қайтып ораламыз да, әркім өзі сүйетін істі бизнеске айналдырса, шаршамайды да ешқашан. Ал өзінің қалауынан тыс, бірақ айталық бір досы автомойка ашқан екен да. Бұл да жасайды. Мынау дейтін кәдімгідей бизнес екен ғой. Тек жаңбыр жауса болды, машинаның барлығы сенікі деп келесі бір автомойка ашып, оған болмай, одан кейін шаш таразы ашып, ол болмай, одан кейін маникюр, педикюр ашып, ол да болмай. Сосын кітап сатумен айналысып, ол тіпті болмай, меломанға не жасай алмай, конкуренция жасай алмай. Яғни сөйтіп жүріп, сосын Инстаграмда сауда жасаумен айналысып, сол әр нәрсенің басын шалып, кредит алып, ең соңында қайтадан 5 күнде жұмысқа кіріп кеткен жайлар көп негізі. Уақытқа кіріп кетеді дейсіз. Уақытқа кіреді. Тойлары кеп болады, той жасағысы. Бірақ енді бір жағынан қарағанда ол да тәжірибе да. Бәлкім оның жолы сол 5 күндік жұмыс болар. Яғни ол екінші қайталап, кейін қайтадан келуі мүмкін ғой. Мысалы 50-де басқа. Егер мықты жігер жаңағыдай сол қанында кәсіпкерлік қан айналып жатса, ол келуі мүмкін да. Бірақ уже жаңағы маңдай тасқа соғылған, біраз тәжірибелі,
немесе бұл менің жолым емес екен деп сол ең бастысы отбасы ғой, сол отбасын қатерге ұшыратпай жұмысын жасап қалай болса да. Иә. Енді жаңа күндерде айтып қалдық қой, Киосаки бар, басқасы бар. Оларды да оқығанда көп нәрсе алуға да болады, бірақ ішінде алмайтын нәрселер де бар мысалға. Менің ойымша, мен байқағаным. Енді олар біздің қазаққа бір онша келмейтін нәрселерді насихаттайды. Мысалы біз өмірінде қазақта ақша сату деген болмаған ғой, өсім беру деген. Ол соны ақшаларын текке тұрмасын, сондайға беріп қойыңдар деген нәрселер айтылады. енді нақты біреуін айтып отқан жоқпын, жалпы солардың ішінде басқа да бір көптеген, мысалы сатқан кезде барынша қымбатқа сату, ана адамнан көп ақша алып қалу деген нәрсені насихаттайды. Мысалы енді оның бәрібір разылық сауда кезінде, мысалы біз біреу арқылы айтсақ қана өтеді ғой сөзіміз. Мысалы осы қазақта бар деп айтсақ өтпеуі мүмкін. енді мына Дашкиев деген бар ғой, бизнес молодцы, сол айтып отыр, бір өзбек шәкірт келген екен өздеріне, разымысыз дегенді айтады екен өзбектер, сол нәрсе сендерде болу керек деп айтып отыр. Мысалы разымсыз деген ол қатты риза болып қалыпты. Ризасыз ба деген сөз, анау ризамын десе сол сауда бітеді. Сонда бағаның қойылуы, сауданың жасалуы, қызметтің көрсетілуі болса разымсыздың төңірегінде болу керек деп айтып жатыр енді. Осыны айтсақ бізге ол шынымен де бір жақсы нәрсе сияқты көріне бастайды. Жаңа қораш түсіну ғой бір жағы. Енді сұрағым болғанда бір ой ма, енді жаңағыларды бір сүзгіден өткізу керек қой. Біздің қазақтардың бір кітап жазса сол үшін де керек шығар. Солардың бәрін бір қорытып, сүзіп артық жерін жазбай керек қой енді. Мысалы бұл да жаңағы инфобизнес сияқты. Яғни жалпы әлемде не болып жатыр, соның барлығы қазақ қоғамында болу керек. Мейлі ол сапасыз болсын, мейлі ол күлкілі болсын. Жаңа пәленше екенде кітап жазып кеткен бай деген секілді. Мысалы қазір қазақ эстрадасы кәдімгідей қарқын алып кетті ғой. Иә. Бірақ басында қандай болды мысалы, да? Бірақ біз кезінде жаңағы батыстық өлеңдерді, эстраданы тыңдап өстік. Қазір қараймын, мысалы өзге ұлт өкілдері де қазақ эстрадасын тыңдайды. Көшеде кетіп бара жатқанда да қазақша өлең. Басында күлген, иә? Басында бәрі күлді. Мына жаңағы ана жақтан ұрлап алыпты, ананың копиясын жасапты, еліктепті, шашын бояп алыпты деген сияқты. Яғни бір тенденция келу керек те, соның ішінен қазақ өзінің жолын таңдап алу керек деп есептеймін. Бір жағында қазіргі қоғамда бір жол таңдау деген де жоқ ау деймін. Әркім әртүрлі жолын таңдап. Синтез ғой сол. Яғни айталық, мысалға біреу Брайан Трейсиге еліктеп жаңағы тайм-менеджмент кітабын жазса, біреу Роберт Кийосакиге еліктеп жаңағы инвестиция жасау туралы кітап жазатын болса, сөйтіп ішінен бір жақсы авторлар шығады, жақсы тренер шығады деген ойдамын. Тұрып қалмай істей беру керек дейсіз ғой, не болса да. Енді Маңғыстаудасыз ғой мысалға. Көп жігіттер енді Алматыға, Астанаға ұмтылады. Сізге де шақыртулар келетін шығар, азғырулар болатын шығар, енді азғыру жақсы мағынада. Ол жағы қалай енді сол? Ол қалай? Шақырулар болып тұрады жалпы. Астанаға, Алматыға, енді елордаға келіп жұмыс жасаған жақсы ғой деген секілді. Пока бой бермей келе жатырмыз әзірге шыдап көрсін. Әзірге шыдап көреміз. Сол өңірде неге? Себебі бір жағынан енді бір нақты бір жауап беру қиын да. Мысалға менде мынандай екі ой бар. Жаңа таяқтың екі ұшы. Егер әр өңірдегі кәсіпті жаңа бастаған жігіттер барлығы елордаға кетіп қалатын болса, өңірде кім қалады деген сұрақ бар да. Екінші сұрақ, өз ауылынан пайғамбар шықпайды дей ме? Сөз бар еді ғой. Қолда өскен атан тайлақ ат қалмайды дейді ғой. Яғни сол өзіміздің Тимур ғой дейді да. Мысалы мен жаңа басқа өңірлерге барамын, естиміз, Тимур келді, жаңа сөзін тыңдап қалайық деп жатады ғой. Яғни неге Алматыға немесе Астанаға барып, немесе шетелге барып, 1-2 жыл тұрып келіп ауылға барсаң, оны басқаша қабылдайды да. Басында артынан қайтадан. Яғни бір қызық нәрсе, бір өңірді дамыту мен өзіңді дамытудың арасындағы арпалыс деп есептеймін. Бір жағы өзіңнің мүддеңе салсаң кетіп қалғың келеді. Яғни жеке басқа салсаң кетіп қалғың келеді. Себебі ол орталық тиімдірек. Уақыт
негізі уақыт көрсетеді керек нәрсе. Енді жаңағы бір әңгімемізде айтып қалдық қой, мемлекеттік биліктегі адамдардың оңай адамдар емес деп бір басында бір айтып қалдық қой. Жалпы олармен жұмыс істеп жүрсіз ғой, мемлекеттік құрылыммен. Енді біз сынаймыз мысалға, расында да көп нәрсеге өзіміз риза болмаймыз, бірақ соның бір жолын тауып жұмыс істемесе оны кім істейді? Олармен де бір кәсіпкер ретінде болсын, азамат ретінде болсын, бірігудің жолдары қалай, ол жағы қалай енді? Жоқ, бірігіп жұмыс жасау керек. Себебі бұл мемлекет ешкімдікі емес, бұл мемлекет өзіміздікі. Егер сен қолыңа күрек алып бұл елдің жаңағы оңтайланып кетуіне араласпасаң, жұмыс жасамасаң, кім Америкадан біреу келіп жасап бере ме? Немесе Япониядан біреу келіп жасап бере ме? Кім жасайды енді? Сен жасау керексің, арасында мысалға бір жаңағы май ішкендей көңілің шылқитын кездер болады, шайлап қалатын кездер. Бірақ дегенмен бұл мемлекет өзіміздікі, жаңағы ауылдың болашағы, қазақтың болашағы, жастардың болашағы өзіміздікі. Мысалы, бәріміздің де бала-шағамыз өсіп келе жатыр, олардың да ертеңгі білім жүйесі, олардың денсаулығы кез келген адам мазаландыру керек. Сондықтан мемлекетпен біз жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Енді Тимур аға, былай айтсақ, енді кітап туралы көп әңгімелесуімізге болады, осы жұмыстар туралы. Енді қазіргі жағдайда менде бір нәрселер бастағым келіп жүр. Сіз енді бастап негізгі бір алғашқы толқындардан енді өтіп келе жатсыз ғой. Алдағы уақытта бір Алла қаласа енді бұйыртса бір әңгімені жалғастырамыз ғой деп ойлаймын. Оған дейін сіз де бір кітабыңызды жазып, комплекстерден құрылып, кім біледі, жұмысыңызды алға қарай жүріп, барлығымызда бір көбірек әрекетке көшіп, сапалы әрекетке қарай. Енді әрекеттің өзінің берекеті бар шығар. Бұйырса енді соғандай бір тілекпен сізге рахмет айтқым келіп отыр. Әумин, рахмет. Бізге осындай сұхбат жасауымызға себепкер болған Азамат Байғалиұлына да рахмет айтамыз. Қадірлі ағайын, келесі бір кездескенге дейін қош аман болайық. Рахмет, сау болыңыздар.